Баршаңызға сәлем. Құндылық арнасында жаңа әңгіме. Алып қашу құрбаны. Болған оқиға желісінен. Самал әкесінің ерке тұтай қара қызы. Кішкентайынан 3 жылдың ортасында ерке болып өсті. Өзі де әкесінің аузынан түсіп қалғандай. Әкесі Самал десе жанын беретін. Неге екені осы қызын ерекше жақсы көретін. Еркелетіп қара қызым, дара қызым деуші еді. Ағаларының артынан қалмай ұл мен ұл болып өскен Самал кішкентайынан өжет, бір беткей, ер мінезді болып өсті. Ер мінезділігі сонша ағаларының сыныптастарымен төбелесіп, үйіне жылатып жіберетін. Одан қалса сыныптас қыздарын бір-бірімен төбелестіретін. Міне, осылай өскен Самал әп-сәтте әп-әдемі болып бой жетті. Қара шашы беліне түсіп, майысып жүрген Самалға елдің көзі түсе бастады. Әкесінің алдына неше адам келді құда болу ниетін білдіріп, бірақ әкесі ешбіріне мақұл демеді. Қызым өзі шешеді, өзінің сүйгеніне барады дейтін. Мектепті жақсыға бітірген Самал арман қуып қалаға жол тартты. Жолы болып оқуға да түсіп кетті. Жаңа қала, жаңа таныстық, жаңа орта бәрі кереметтей болды. Бәрімен тіл табысу еш қиындық соқпады. 2 жыл әпкесімен бірге тұрып, 3-ші курста оқуы алыс болғандықтан бірге оқитын қыздармен пәтерге шықты. Студенттік шақтың қызықты күндері өте берді. Ешқандай қылтың-сылтың жоқ Самал оқудың соңғы курсында өз махаббатын кездестірді. Арман көрші пәтерде тұратын жігіт. Өзі сұңғақ бойлы, денелі, менің болашақ жарым болсыншы дегендей ерекше сымбатты жігіт еді. Әзілдерімен Самалдың бойын баурап алды. Самал да оған кетары емес еді. Бірін-бірі ұнататыны көздерінен білініп тұрушы еді. Солай екі ғашық қол ұстасып болашаққа деген жоспар құратын. Арман Самалды қатты жақсы көретін. Не айтса да мақұлдап бәрін жасап отыратын. Әне-міне дегенше оқуда бітіп, диплом алатын күнде жақындайды. Арман екеуі өзара келісіп, Самалдың диплом алу кешіне бірге барып, ары қарай ақ босаған аттау керек болды. Бірақ бәрі ол ойлағандай болмады. Арман үй жайын дайындайын деп ауылына жол тартады. Күнде хабарласып, не дайындық жасап жатқанын, жақында бірге болатынын айтып, өздерінше мәз болып, болашаққа жоспар құрып, әзілдесіп, бірін-бірі қимай-қимай телефон тұтқасын қоюшы еді. Бірақ банкеттің болуына 1 апта қалғанда Самалдың өмірі күрт өзгерді. Барлық бәле қасындағы пәтерде бірге тұратын Жұлдыздың кесірі еді. Өтірік қу түлкідей сеніміне кіріп, арам пиғылын жүзеге асырды. Ағам үйленбекші еді. Жеңгем саған ұқсайды екен. Сен сияқты қара торы қыз. Болашақ жеңгеме үйге киетін халаттарын алайын десем, қай түсі жарасар екен деп тұрмын. Маған көмектесіп жіберші деп өтінеді. Самалдың арам ойы жоқ. Аңқаулығы сол, бәрін өзіндей көріп, халат, тапочка, тіпті орамалына дейін өзі таңдасып береді. Міне, Жұлдыздың ағасының үйленетін күніне жетті. Жұлдыз қасындағы қыздарға жүріңдер, той көріңдер, бөтен емес құрбыларымсыңдар деп шын жанашырдай тойға шақырып жүр. Қыздардың бәрі болып келісті. Тек Самал бір нәрсені сезгендей ол жаққа аяғы тартпады. Анасына хабарласып еді, байқашы, бар бәле қазір қасыңдағы достан, құрбыдан шығады, бармасаң болмай ма, дейді. Бұл сөзден кейін тіпті барғысы келмеді. Бірақ барлығы жалынып әлек. Жалғыз өзің қалай қаласың, көршіміз бір топ ер жігіттер дейді. Сені жалғыз қалдыра алмаймыз, бәріміз бірге барып келеміз дейді. Бір жағынан қыздардың көңілін қимай, бір жағынан қасындағы көршілес жігіттерден қорқып баратын болып шешті. Өзін өзі жұбатып барамын да қайтамын ғой, мынау тұрған жер деп Жұлдыздың ауылына келді. Ауыл адамдары улап-шулап жүр келінді күтіп. Самалға да қызық келінді көру. Қандай өзі маған ұқсайды деп едің? Деп қояды көргісі келіп. Бірақ бұлар ауылға жеткенде әлі келін келмеген екен. Барлық қыздар құтты болсын айтып ішке кіріп жайғасты. Өздері ештеңе сезер емес. Жұлдыз қайта-қайта сыртқа шыққыштап жүр. Қыздар аса мән бермеді. Ағасы үйленіп жатқанда бір орында отыру мүмкін еместігін біледі. Бір кезде Жұлдыз бастап бір қора әйел кіріп келді. Жұлдыз басын изеп Самалды көрсетіп қояды, әне деп. Ауыл әйелдері бас салып келіп Самалдың басына орамал салып жатты. Самал абдырап Жұлдызға сұраулы жүзбен қарайды. Бұл не өз дегендей. Жұлдыз мәз, енді менің жеңгем боласың деп. Бұлай болмайды деп орамалды лақтырып қалмайтынын айтып, жігіті барын, жақында тұрмыс құратынын айтып жатыр. Менің обалыма қалмаңыздар, өтінем. Өздеріңізде қыз бар шығар, мені қинамаңыздар бұлай, дейді жылап. Жұлдыз,
Жұлдыз, саған не жоқ, сен бәрін білесің ғой, неге бұлай жасадың, дейді. Бірақ не Жұлдыз, не ауылдағы шулаған әйелдердің тыңдап жатқан ешкімі жоқ. Басын айналдырып алғандай болды. Бетіне келіп ұн шашып, неше түрлі ырымдарын жасап жатыр. Оған көнбейтінін біліп, тағы бір апа алдына көсе көлденең жатып алды да, енді менен аттап кетсең, өмір бойына бақытсыз боласың, дейді. Бұндай сорақылықты көрмеген Самал не істерін білмей жерге отыра кетті. Құлағына жердегі апаның сөзі қайта-қайта сайрап тұр. Сен өмір бойы бақытсыз боласың, бақытсыз боласың. Самал отыра қалып жылап отыр. Қасындағы құрбысы бәрін біліп сатып кеткеніме, тұрмыс құрғалы жүргенімді білет, арманды қатты жақсы көретінімді білет, неге бұлай жасады, дейді. Басында мазалап жатқан мың сан сұрақ. Неге олай жасады, не істеймін, не істесем болады, енді қайттым, қазір кетсем бақытсыз боламын ба, маған сенген арман не болады? Өз ойымен арпалысқан Самал сол отырған жерінен тұрмады. Басына ақ орамал жабылды. Солай оның киесінен және апаның айтқанынан қорыққан Самал амал жоқтан өзі танымайтын жанға тұрмысқа шықты. Түскен жері өте қарапайым. Ауылда шалтанып жұмыс істейтін кісілер екен. Тойды жасауға шамалары келмеді. Тұрмысқа шыққан жігіт оқымаған, тек үйде жатып шер, мамасының ерке тотай баласы болып шықты. Бір қарағанда момын қой аузынан шөп алмайтын жігіттей, бірақ ішіп алатын әдеті де бар екен. Қуарақ абырой әкелген бе? Ахаңды ішіп алса, өз-өзін танымастай болады. Ішсе қыз қырқынды аралап, жесір келіншектерге барқыштап, өзіне қол жұмсап, не істеген өзі де білмей кетеді. Бір жағынан күйеуінің осындай мінезіне, бір жағынан ауылдың таңғы 5-тен бастап күйбең тіршілігіне көндігіп жүрген Самал әп сәтте азып тозып, қолдары тілім-тілім болып кетті. Азаннан қара кешке дейін бітпейтін ауылдың тірлігі. 3 ай дегенде Самал төркіндетіп 2 күнге өз үйіне қонаққа барды. Анасы мен әкесі қызының жүдеп кеткенін көріп, жүректері ауырды. Сөйлескенде бәрі жақсы дейтін еді, жақсы еместігі түрінен ақ көрініп тұр. Анасы қызына жаны ашып, қызымен ашық сөйлесіп, болған жайттардың бәрін суырып алғандай болды. Әкесі екеуі келісіп, құда-құдағиларына хабарласып, 2 жасты бөлек жіберуін өтінді. Күйеу балдары ауылда жүрсе ішіп кетеді. Қалаға барып бірге жұмыс жасап, ары қарай отбасы болып кетсін деген ниетпен. Солай екеуі қалаға бөлек шықты. Шықты деген аты ғана. Мамасының тәтті кәмпитін сағынған бала 2 күннің бірінде ауылына тайып тұрады. Жұмыс істеп отбасына жауапкершілік алудың орнына дайын тамақты жегенді жөн санайды. Қашанғы күйеуін тосып жүре берсін? Пәтерге төлейтін ақша керек, өзің тапқанын түкке жетпейді, жұмыс істеп жатқан күйеу жоқ. Қанша сүйресе де адам болмайтынын біліп, Самалдың ата-анасы қыздарын өз қолдарына алды. Қайтып келген қыз жаман деп Самал өз-өзінен қуыстанып, жылап, қатты стресске түсті. Күйеу сымағы да үй телефонына хабарласып, сені тынышыңа жүргізбеймін, тауып алам бәрібір деп, одан сайын қорқытатын көрінеді. Арада айлар өтеді. Қыздарының жүдеп кеткені жанына батқан ата-анасы Самалды жұмысқа орналастырып, ойы бөлінсін дейді. Бірақ күйеуінен қорыққан бұл үйден шықпайтын. Телефон шырылдаса, бірыңғай күйеу ма деп қорқатын күйге түсті. Зымырап жатқан уақыт терсің. Міне солай қорқынышпен жүргенде 3-4 жылда өте шықты. Осы жылдар Самалға оңай соқпады. Өз-өзіне келуі осыншама жылдар алды. Әбден бәрі тынышталған соң жұмысқа тұрып, көңілі жайланып, адамдармен араласа бастады. Жұмысында бойдақ болғасын тұрмысқа шық деген әйелдер өздерінің іні-ағаларын айтып әлек. Самал бұрынғысына қайта оралғысы жоқ еді. Бірақ тағдыр ма, бұйрық па, қасындағылардың айтуымен әйелінен айырылған бір ер азаматпен танысты. Салмақты, бір сөзді жігіт екен. Екеуі ұзақ отырып, болған жайттың бәрін бүге-шүкпесіз бір-біріне айтып берді. Оның кішкентай баласы барын білді. Кішкентайдан анасыз қалу не деген жаман еді. Солай тұрмысқа шықпаймын деген ойынан қайтып, кішкене отақанға ана орнына ана болғысы келді. Солай Самал 2-ші рет тұрмысқа шықты. Келін болғаннан баласын бауырына басты. Ана қамқорлығын сезінді ме, кішкене ботақан да Самалдың қасына жатып, жанынан шықпайтын. Аналық мейірімі оянған Самал артынан бір қыз, 2 ұл баланы дүниеге әкелді.
Қазір бақытты, үлкен ұлы анашым деп сыйлап, артынан ерген бауырларын жақсы көріп отырады. Самалдың өткен өмірі түс секілді. Қазір бір үйдің сүйікті келіні, ардақты анасы, аяулы жары болып отырған жайы бар. Тыңдағаныңызға рахмет. Каналыма жазылып, лайк баса кетіңіз.